маған бір кісі жазады, бір мешіттің сборына видео түсіру керек дейді. Все хорошо деп барам, примерно 2 эстрада жұлдыздары келді, соларға видео түсіріп бердім да, и қайтып жатқан кезде інім қанша болды дейді ғой маған. Мен тұрамын да айтамын, аға керек емес, алла разылығы үшін маған бір дұға айтып қойсаңыз соның өзі жетеді деймін ғой. Кетіп бара жатырмын, бір кезде телефоныма сообщение келеді, сізге осындай заказ түсті деп ше. Ана товар негізі Каспийде 90 мың теңге тұрады, ал мен оны Москваға 150 мың теңгеге сатып жатырмын ғой. Бір заказ түседі, короче. О деп қуанамын. Кетіп бара жатырмын, жарты сағаттан кейін екіншісі түседі. В общем, былай айтқанда 5 заказ түседі. Бірақ ақшам жоқ, анан алатын. Сөйтіп тұрамын да, ақша іздеп бастаймын жан жақтан. Ләззат деген әпкемнің қол астында істеп жатырмын, мобилор болып ше. Тұрады, абзал мен берейін дейді ғой, короче. 450 мың теңге керек болды да, товарды алу үшін, алып жіберу үшін. Мен берейін деп береді, товарды алып жіберемін. Примерно бір аптадан кейін ақшасы түседі. Ол ақшаны шығарып мен үйге қайтып жатқан кезде бір бала звондайды маған. PlayStation ойнақта дейді ғой, короче. Қойшы, ақшамды жаратып қоямын, ертең товарға саламын деп айтамын ғой, короче. Кеш деп қоймайды. Примерно 1-2 матч ойнаймыз деп. Барам, PlayStation ойнап отырмын бір кезде. Қасымдағы балаға біреу звондайды, ол алады да, ойнап отырамын. Абзал, Меккеге барасың ба дейді ғой, короче. Дох денем андай тітіркеніп кетеді. Иә, барам дейді. Ақшаң бар ма дейді. Бар. Кеттік, сағат қазір 12-де біз аэропортта болуымыз керек. Ұшып кетесің дейді, короче. Мен ана жерде жылап, короче. И сол кезде ойладым да, сен алла жолында қалай әрекет етесің, біреуге көмектесіп, Аллах тағала тура солай саған сенің де қалауыңды жеңілдетіп қояды екен да. Умраға барғаннан кейін уже сонша шүкіршілік етіп, бүкіл әлемді аралап, әлемге әйгілі болайыншы деп дұға етемін. Примерно 2-3 айдан кейін Алла тағала тұрады да маған 1 миллион подписчик береді.